Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге осындай қарапайым, өте тез жасалатын оңай печенье жасауға кеңес беремін. Менің арнамда осындай түрлі рецепттер, оңай рецепттер табасыздар, сондықтан жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен печенье дайындау үшін біз алдын ала сүтімізге қантымызды қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін жұмыртқамызды қосып дәл солай біркелкі масса пайда болғанша араластырып аласыздар. Кейін осы массамызға сұйық майымызды да қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін араластырып алғаннан кейін ұнымызды және де разрыхлителімізді қосып жақсылап біркелкі қамыр пайда болғанша араластырасыздар. Қолыңыздармен, яғни елейсіздер, қамыр қолға жабыспайтын қамыр пайда болғанша. Осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болу керек. Бұны сіздер бөліктерге бөлесіздер. Менен 15 бөліктей бөлік шықты. Үлкен емес, кішірек бөліктерге бөліп аласыздар. Кейін әр бөліктеріңізді дөңгелекше етіп дайындап аласыздар. Барлық бөліктерді дайындап алғаннан кейін пішін келпіне келтіресіздер. Мен осындай рогаликтер сияқты, яғни осындай мүйше сияқты формаларға келтіріп алдым. Сіздер қалаған кез келген формаларыңызға келтірулеріңізге болады. Барлықтарын осындай формаларға келтіріп аласыздар. Кейін бетіне мен жұмыртқаның ағын жағып шықтым барлығына. Жағып болғаннан кейін бетіне қантты сеуіп шығасыздар. Өйткені қамырына аз қант қосылғандықтан бетіне қант сеуіп шықсаңыздар болады. Қатты таттыны жақсы көрмейтіндер сеппей қойсаңыздар да болады. Сеуіп алғаннан кейін 180 градуста духовкада 30 минуттай пісіресіздер. Осымен печеньеларымыз дайын болды. Ас болсын. Менің арнамда осындай түрлі тәттілердің рецебі бар. Бір-екеуінің сілтемесін видеоның соңына қалдырып кетемін. Көріңіздер. Ас болсын.